Сәлем достар, алдарыңызда Особо опасны фильміне қысқаша шолу. Офелия бұрынғы теңіз жаяу әскерінің сарбазы Чонмен бірге тұрады. Чон Ирак пен Ауғанстанда соғысқан. Бір күні картель Чонға бірнеше кесілген бастар мен ілулі жатқан денелердің видеосын жібереді. Чон мен оның досы бен наша өсірудің нағыз шеберлері. Олар керемет сапалы марихуана өсіреді. Ал картель сол бизнестен өз үлесін талап етпекші. Айтпақшы, Офелия екеуімен де төсектес, оларда ашық швед отбасы құрылған. Чон Ауғанстаннан ең үздік тұқымдарды алып келген. Ал Бен Калифорнияда жылыжаймен айналысып жүр. Олар шөпті жергілікті дәріханалар мен түнгі клубтарға сатады. Ал ірі көлемдегісі басқа штаттарға жөнелтіледі. Чон бұрынғы жауынгер болғандықтан, қарызға кіргендер мен бәсекелестерді өзі жөнге салады. Ал Бен буддист, бос уақытында үшінші әлем елдерінде қайырымдылықпен айналысады. Ол картельмен келісімге келуге қарсы емес, тек бас аман болса болғаны. Я и правду боюсь их. А я нет. Ты работаешь не один, Чон. Чон бәсекелестердің алдында әлсіз көрінгісі келмейді, сондықтан картельге қарсы соғыс жариялауға да дайын. Картельдің лас-істерін Мигель Лада есімді қатыгез жалдамалы адам орындайды. Ол Елена Санчестің қол астында жұмыс істейді. Соңғы кезде Еленаның жағдайы мәз емес. Бір нашақор заңгер Ладаға оған бәсекелес картельдің басшысы Эль Сульмен таныстырамын деп ұсыныс жасайды. Ол адам келешек президент, үлкен ықпал иесі. Бірақ Лада оған алғыс ретінде оның екі тізесін атып жібереді. Себебі сатқын болғысы келмеді. Сондықтан қысқа әңгімеден соң заңгерді де оның көңілдесінде өлтіріп, денелерін бензопиламен бөлшектеп, қоқыс контейнерімен алып кетеді. Бен мен Чон есірткіге қарсы күрес департаментінің жоғары шенді агенті Дениспен жұмыс істейді. Денис оларға қорған болуда. Ол жігіттерге картельмен келісімге келуге кеңес береді. Себебі бәрібір олар, басқа да тәуелсіз сатушылар сияқты, бандиттердің нысанасына айналады. Содан олар Еленаның адамы Алекспен кездесуге барады. Баха картелі қорғау ұсынып, бизнесті кеңейтуді ұсынады. Тек Бен марихуананы өсіру технологиясын мексикалықтарға үйретуі тиіс. Ал пайдадан олар небәрі 20% ғана алатын болады. Бұл әңгімені картельдің басшысы Елена өзі құлағымен тыңдап отырады. Бен мен Чон келісімді талқылау үшін сыртқа шығады. Оларды сол жерде Чонның бұрынғы қарулас достары күзетіп тұр. Ақырында Бен картельмен жұмыс істеуден бас тартады. Мы отдадим вам бизнес, не присоединяясь к вам. Бандиттер оларға шешімдерін өзгерту үшін 24 сағат уақыт береді. Осы сәтте Пин есімді қаржыгер, саудагерлердің кірісін жасырып, ақша айналымын заңдастырып жүр. Қазір ол достарына Индонезияда жасырын банк шотын ашып, іздерін суытуға көмектеспек. Где именно в Индонезии? Не скажем. Вдруг тебя будут пытать. Кешке қарай жігіттер сүйіктілеріне алдағы бір жылын Индонезияның кішкентай ауылында өткізуге бел буғандарын айтады. Бірақ оларды Мигель Ладаның адамдары әлдеқашан аңдуда. Ал Ладаның өзі отбасымен уақыт өткізіп жүр. А я такая, нет, тварь, я тебя еще не долбала. Выглядит как маленькая шлюха. Класс. Про нашу дочь. Ей 15. Не приходи ко мне в слезах, когда она залетит. Араққа сылқия тойып алған ғашықтар үйге оралады. Лада болса әлі де оларды аңдып жүреді. Елена бұл америкалықтарды өлтірмей, олардың тәжірибесін пайдалану керек деп шешеді. Дегенмен олардың әлсіз жерін тапқан секілді. Таңертең бәрі Индонезияға қашуға дайын еді. Офелияға тек үйге соғып, төлқұжатын алып кету ғана қалды. Чон Фрэнкиден қызды бақылауын өтінеді. Қайтар жолда Офелия сауда орталығына соғуды жөн көреді. Дәл сол кезде Фрэнкиді полиция формасындағы картель өлтірушісі тоқтатады. Ол жігіттің басынан атып түсіреді. Осылайша Офелия ешкімнің қарауынсыз қалады. Сол сауда орталығында Еленаның сүйікті қызы Магдада жүрген еді. Ол жақында ғана ақш-қа көшіп келген. Офелия кешке үйге оралуы керек болатын. Алайда достары оны ноутбук экранынан көреді. Бандиттер, егер олар картельмен жұмыс істеуден бас тартса, Офелияның басын шабамыз деп қорқытады. Алдымен олар 5 сағат ішінде 120 килограмм шөп жеткізіп беруі тиіс еді. Сөйлескен соң Лада тұтқын қызға оның ыңғайлы жағдайын, темір тордың ішіндегі кереуетпен шағын жуғышты көрсетеді. А зубная щетка? Одолжить тебе память. Жігіттерге қатты тырысуға тура келеді. 120 келі шөпті жинауға үлгеру керек. Қолда небәрі 7 минут қалғандықтан жылдамдықты қатты асыруға мәжбүр болады. Арттарынан полицей машинасы түскендей көрінеді. Чон тіпті оны атып тастауға дайын болды, бірақ ол тек қасынан өтіп кетеді. Бен көрсетілген орынға көлікті қояды. Артынан екі бандит көлігі келіп тоқтайды. Олар шөп тиелген фургонмен кетіп, басқа көлікке ақшасын және телефон тастап кетеді. Көп ұзамай телефон шырылдады.
Елена келісімді өзгертіпті, енді пайда 70-30 үлгісінде бөлінеді, ал Офелия тұтқында 1 жыл отырады. Если только вы попробуете нарушить хоть один пункт нашего сотрудничества, девчонка умрет страшной смертью. Офелия торда отырып ауышып отырады. Ол басшымен кездесуді сұрайды. Қыз аянышты сөздер айтып темір тордан сыртқа шығаруды сығырап отыра береді. Достар Дениспен кездеседі. Агент оларға көмектесуге мәжбүр. Себебі саудагерлердің қолында ол туралы бірталай компромат бар. Елена Тихуанада тұрады. Оған жету мүмкін емес. Оның күйеуі мен ұлдары қайтыс болған. Қызы Магда да өлтірілген. Денистің айтуынша ештеңе өзгертуге келмейді. Ол жігіттерге көмек беруден бас тартып, оларды жайына қалдырады. Чон ашуға булығып, оның қолын пышақпен тіледі. Офелияны қайтару үшін ол бәріне баруға дайын, тіпті федералды агентті де өлтіруден тайынбайды. Офелия күнде пицца мен тамақтануға шағымданған соң, бұл жолы Лада оған шаншық мен стейк жегізеді. Дегенмен Денис бос отырмай, Елена Санчес туралы біраз мәлімет жинап үлгереді. Мысалы, оның Лос-Анджелесте қандай мүліктері бар екенін анықтайды. Достар сол үйлердің біразын тонап кетуді жоспарлайды. Сол кезде Бен Еленаға Офелияны $10 миллион айырбастау туралы ұсыныс жасайды. Шын мәнінде олар тек 7 миллион жинаған. Бірақ әйел тіпті 13 миллион талап етеді. Ендеше жетіспейтін ақшаны олар өздері ақ Еленадан алады. Чон картелдің Мексикаға ақша жөнелтпестен бұрын бәрін жинайтын қоймасының қайда екендігін анықтайды. Ол бұл жерге 5 бірдей теңіз жаяу әскерінен құралған достарын ертіп келеді. Бұл жерге 3 көлік келеді. Соңғысын олар жарып жібереді де шабуылға шығады. Бірақ әйнек оқ өткізбейтін болып шығады. Мексикалықтар көмекке адам шақырып үлгереді. Тағы бір көлік жарылады. Чон бірінші көліктің бензобагына граната лақтырып, бандиттерді ішінен шығуға мәжбүрлейді. Содан кейін іске гранатомет пен автоматтар қосылады. Бен бұған дейін ешкімді өлтірмеген, сол себепті абдырап қалады. Абырой болғанда Чон 2 бандитті атып оны құтқарып қалды. Сол күні олардың олжасы $3 миллион болды. Офелияны құтқару үшін тағы 3 миллион табу керек. Кешке қырғын болған жерге Лада келді. Алекс қатты уайымдап тұр. Енді олар Еленаға не дейді? Шабуылдағандардың кім екенін өздері де білмейді. Ал Офелия болса, әлі де басшымен сөйлесуге рұқсат сұрап отыр. Моя родная дочь не хочет со мной говорить, а эта девчонка хочет. Офелияда есірткіге тәуелділік басталды. Ол нашаны 8 сыныптан бастап қолданған. Елена оған бұл мәселеде көмектесем деп уәде береді. Картель Бен мен халық көп жиналатын жерде кездесуді белгілейді. Олар кешегі шабуылға осы екеу қатысы бар ма деп күдіктеніп отыр. Сақтық үшін Бенді снайперлер бақылап тұрды. Дегенмен Бен мексикалықтарды сендіріп, олардың тонауға еш қатысы жоқ екенін дәлелдей алады. Что думаешь? Что он говорит правду. У них кишка тонка нас грабить. Жас бандит Эстебан Офелияға қызыға бастайды. Оған Ладаның қызға қалай қарайтыны ұнамайды. Осы уақытта Елена қызы Магданы көру үшін құпия түрде ақшқа ұшып келеді. Сонымен қатар ол Офелиямен де кездесуді жөн көрді. Эстебан, мы не сработаемся. Ты слишком сентиментальный. Қызды жуындырып, Еленаның вилласына алып келеді. Елена оның жағдайына қарауды бұйырады. Ал Лада бетінен шапалақ жейді, себебі ол $3 миллион ұрланғанын Еленадан жасырып келген. Не забывай, чью сиську ты сосал, идиот! Лада бұл істі американдықтардың істегеніне сенімді. Елена енді бұл жоғалған $3 миллионды Лада мен Алекс екеуінің мойнына іледі. Сонымен қатар олар сатқын кім екенін де табуы керек. Кешкі асқа Елена Офелияны қонаққа шақырады. Әйел тұтқында отырған бұл қызға бір жағынан қызығушылық танытып отыр. Дегенмен ол кез келген сәтте Офелияның қос сүйіктісінің тамағын орып тастауы мүмкін. Бен Алексті сатуға шешім қабылдайды. Спейннің банктік шоттар арқылы жасаған айласының арқасында бәрі Алекс Еленаға бәсекелес картель Эль Сульден ақша алып отырғандай болып көрінеді. Яғни ол сатқын. Алайда дәл осы Эль Суль мен Лада өзі кездесіп үлгерген еді. Осындай қорлықтан кейін Лада қарсы жақпен жұмыс істеуге бел буады. Бен Ладаға келіп, Алекс туралы компроматты тапсырады. Сол кезде Елена Офелиямен жай ғана сөйлесіп отырған болатын. Сол сәтте оған мұртты қаншер қоңырау шалады. Ол Алексті азаптауға кірісіп кетеді. Ер адамды қамшымен ұрып, көзін шығарып жібереді. Алекс жалынып кешірім сұрайды. Бірақ отбасыңа да қауіп төнеді дегенде, ол Еленаны сатып кеткенін мойындаған болып шығады. Сол кезде Елена сатқынды өлтіруді Бенге тапсыруын қиырады. Лада Алекске бензин шашады, ал оны өртейтін адам Бен болуы керек. Біраз ойланғаннан кейін Бен отты лақтырып, мексикалықты өртеп жібереді. Шыны керек, егер сен қылмыспен айналыссаң буддист болу қиын екен.
Бен бір маңызды нәрсені байқап қалады. Олег шалынып тұрып Магданың есімін атаған. Демек, Денис оларды алдаған болып шықты. Еленаның қызы әлі тірі. Енді олар қызды тауып, Офелияны соған ауыстырмақ. Дәл осы кезде есікті Лада қағады. Ол агент Дениске келеді. Когда я убью тебя и твоих дочерей, дом я сожгу. Ладаның ойынша оларды американдықтарға сатып кеткен дәл осы жемқор агент. Міне, қолында азаптаудан қалған іздер де бар. Бұл жағдайға Денис кінәлі. Енді ол жоғалған 3 миллионды қайтарудың жолын табуы керек. Агент Еленаны сатып кетіп, Магданың қайда екендігін Бен мен Чонға 3 миллион долларға сатуға ұсыныс жасайды. Денис достарымен кездесіп келісімнің шарттарын хабарлайды. 3 миллиона. Решайте. Это моя цена за услуги. Бен агенттен өзінің ақпарат көзі кім екенін де айтуды талап етті. Магданың қайда тұратынын білген соң, Чон көлікте отырған күзетшіні үн-түнсіз бауыздап тастайды. Олар есікті бұзып кіріп, қызды байлап, қапқа салып алып кетеді. Көп ұзамай Елена тікелей эфирде қызының кішкентай тоңазытқыштың ішінде азап шегіп жатқанын көреді. Бұл көрініс әйелдің жүрегін суырып алғандай болады. Ол бірден беріле кетті де, қыз үшін бәріне дайын екенін айтты. Енді олар Офелияны ешқандай қосымша төлемсіз Магдаға ауыстырады. Уведите ее! Пошла ты, Елена. Уведите ее! Елена паригін жұлып тастап, ботадай боздап жылайды. Ал Лада болса, Офелияны орындыққа отырғызып, оған бір видеоны көрсетеді. Сол бейнежазбада есінен танған қызды Лада зорлап жатқан еді. Тараптар кездесуді шөл далада өткізуге келіседі. Бен мен Чонды бұрынғы әскердегі достары алыстан қорғау үшін позицияға орналасады. Екінші жақтан картельдің снайперлері төбеге жайғасқан. Машиналар бір-бірінен 10 метр жерде тоқтайды. Чон Еленаға алдымен Офелияны босатуды бұйырады. Елена оның сөзін тыңдап, қызды жіберді де, енді өз қызының қайтарылуын талап етеді. Не трогай меня! Я больше не хочу тебя видеть! Я сваливаю отсюда! Кетіп бара жатып, Елена ұйымындағы сатқын кім екенін білгісі келеді. Чон Ладаға иек қақты. Сол сәтте Елена тапаншасын суырып алады, бірақ Лада одан бұрын оқ атып, әйелді өлтіреді. Артынша Чонды жаралайды. Картельдің снайперлері оған оқ жаудырды. Оқиға шиеленісе түсті, атыс басталып кетеді. Соңғы сәтте өлер алдында Елена қызының "Мен сені жақсы көремін" деген сөзін естіп үлгереді. Атыс кезінде Лада Чон мен Бенге ауыр жарақат салып үлгерді. Кейін өзі Офелиядан оны тірі қалдыруға жалынып кешірім сұрайды. Бірақ қыз бір сәтте ойланбастан оны атып тастайды. Офелияның екі сүйіктісі де қыздың көз алдында жан тапсырады. Офелия бұдан кейін өмір сүргісі келмейді. Бақытына орай, мұның бәрі оның елестеткені ғана болып шығады. На самом деле все обернулось скорее большим обломом, чем перестрелкой. Ал шын мәнінде айырбас кезінде Лада тез арада көлігіне мініп, шөл даладан ізін суытады. Кенет барлық бағыттан есірткіге қарсы күрес басқармасының агенттері келіп жетеді. Оларға Денис жетекшілік етіп отыр. Бандиттер де, теңіз жаяу әскерлері де тұтқындалды. Осылайша жемқор агент үлкен жұлдызға айналады. Ол Баха картелін құртқан адам ретінде танылды. Еленаны 30 жылға түрмеге жапты. Ал Лада мен Асуль жаңа картелі құрып алады. Бен мен Чон Денистің ақпаратшылары ретінде тіркеледі. Олар тек бірнеше апта ғана түрмеде отырады да, кейін із-түссіз жоғалып кетеді. Жоспарланғандай олар бәрі бірге швед отбасы болып, Индонезияның шағын ауылына көшіп кетеді. Осылайша фильм аяқталады. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.